Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше тойымды тағамдардың бірі кандюбе деп аталатын тағамдың жасалу жолын ұсынатын боламын. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең әуелі бізге қамырын илеп алуымыз қажет. Ол үшін суымызға бір жұмыртқаны салып аламыз. Үстіне тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды шетінен қоса отырып, араластырып қамырымызды илейтін боламыз. Алғашында осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Кейіннен қолымызбен араластырып қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қатты, жұмсақ емес, не қатты емес, орташа тығыздықта қамырымыз пайда болатын болады. Неғұрлым қамырды жақсылап илесек, біздің соғұрлым қамырымыз, яғни жайылған кезде де ыңғайлы, жақсы болып шығатын болады. Мінекей бізде осындай қамыр пайда болды. Енді осы қамырды бетін жауып 10 минутқа қалдыратын боламыз. Ал енді қамырдың арасына салынатын начинканы дайындаймыз. Ол үшін пиязды жақсылап турап аламыз. Қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Үстіне татымына қарай қара бұрыш саламыз, паприка қосамыз және тұзымызды салып, орташа отта жақсылап пиязымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей бетін жауып, бір 2-3 минут шамасында жақсылап қуырып алатын боламыз. Мінекей осындай бола бастайды. Сол кезде өшіріп, суытып қоятын боламыз. Ал енді біз подливын дайындайтын боламыз. Ол үшін тағы да қазанымызды қыздырып, үстіне сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуыратын боламыз етімізді, қызарғанша асықпай, орташа отта. Содан соң үстіне пиязды саламыз. Пиязды кубиктап турап салып алдым. Пияз бен етті 2-3 минут шамасында бетін жауып қуыратын боламыз. Мінекей осылай қуырылды. Енді үстіне сәбізді де дәл солай кубиктап турап салып алдым. Қалауларыңыз бойынша сарымсақ қоссаңыздар болады. Сарымсақ өте ерекше дәм беретін болады. Дәл осы күйінде жақсылап қуырып аламыз. 2-3 минут арасында картопты саламыз. Содан соң картопты мен осылай турап алдым, әдемі көріну үшін. Және кез келген приправа, паприка саламыз. Содан соң үстіне суымызды батып тұратындай етіп құйып аламыз да, татымына қарай тұзымызды салып, дәл осы күйінде орташа отта бір 30 минуттай шамасында бұқтырып алатын боламыз. Ал сол аралықта біздің қамырымыздың июі қанды. Мен арасында 2-3 мәрте қайтарып алдым. Дәл осылай қайтарып жасаңыздар. Сол кезде біздің қамырымыздың июі қанып, жақсы шығатын болады. Енді осылай басында қолдың көмегімен, кейін оқтаудың көмегімен домалақ қылып аламыз. Бірден оқтауға орамай осылай жасап алсаңыздар, сонда теп-тегіс болып жайылатын болады. Енді ұнымызды себе отырып, оқтауменен жаятын боламыз. Қатты күш салмай-ақ, оқтаудың екі шетін баса отырып, жайлап жайып алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің қамырымыз жылдам әрі оңай жайылады. Барынша жұқа қылып алыңыздар, сол кезде піскенде біздің қамырларымыз жақсы шығатын болады. Әсіресе қазіргі күн суықта өте тойымды тағамдардың бірі, сондықтан міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен осы тағамды жасап көріңіздер. Мінекей достар, барынша жұқа қылып жайып алдым. Үстіне енді ерітілген сары майды құямыз. Сұйық май емес, ерітілген сары май құямыз. Сонда дәмі де ерекше болады. Сары майды барлық жеріне тегізіп толықтай жағып аламыз. Енді үстіне бағанағы қуырылған начинкамызды, яғни пияз қосылған начинкамызды қосамыз. Қолдың көмегімен дәл видеодағыдай жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырды шетінен бастап орап шығатын боламыз. Рулет тәрізді ораймыз, ешқандай қиындығы жоқ. Өте оңай және ерекше жасалады. Мінекей барлығын орап алдық.
Орап болғаннан кейін теңдей етіп ортасынан бөліп аламыз. Пышақтың немесе осындай құралдың көмегімен түзу емес, сәл қиғашынан кесіп шығатын боламыз. Сол кезде біздің тағамымыз әдемі және ерекше болып көрініп тұрады. Мінекей барлығын осылай жасап кесіп аламыз. Негізі арасынан сәбіз қоссаңыздар да болады. Мен үйдегілер жемеген соң қоспадым. Сол кезде тіпті керемет болып шығады. Енді бағанағы бұқтырылып жатқан етіміздің үстіне дәл осы жаңағы жайылған қамырларымызды бетіне қойып шығатын боламыз. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар, өте керемет тойымды тағамдардың бірі болып саналады. Аты да ерекше екен. Бізге қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы күйінде бетін жауып, бір 35-40 минут шамасында бұқтыратын боламыз. Мінекей достар, қараңыздар, арасы толықтай пісіп шықты. Ешқандай уайымдамаңыздар, толықтай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен біздің асымыз дайын болды. Кешкі асқа, түскі асқа жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Жасап көріңіздер, ас болсын.